Al Çınjan edebiyatı, Çınjan Kazak edebiyatının bile bizden Kazakistan edebiyatına oksamaytın bir yeri var. O жерде türme edebiyatı deйтін бар. Ал Шыңжаңда түрме туындыларының негізін қалағандарының бірі Таңжарық Жолдылы дейді жазушы. Ол Үрімжі түрмесінде 7 жыл азап шегіпті. Ақын шығармаларының 70%-ын қапаста отырып жазған екен. Арада жарты ғасыр өткенде оның осы ауыр жолын бүгінгі сөз етіп отырған біздің кейіпкеріміз жалғастырған екен. Таңжарық ақын негізін салған. Таңжарық ақын 40 жылдан 47 жылға дейін 7 жыл түрмеде отырған, сонда өзінің бүкіл шығармаларын 70%-ын түрмеде отырып жазған. Сол Таңжарық салып кеткен жол бар. Сол негізде Қажекеңде түрмеде отырып қылмыстың қалған 4 томын сол жерде бітірген. Сыр қазына арқалаған тілдей қағаздардың шекара асып, әртүрлі жолымен Қабдеш Жұмаділовтың қолына жетуінің өзі үлкен бір хикая. Ол енді поэзияны жазу, оны сыртқа тарату біршама жеңіл. Поэманы, өлеңді жұрт жаттап алып, бірге отырған, камерада бірге отырғандар жаттап алып, жазып алып шығып кетуге болады. Ал прозаны, романды бөлшектеп далаға шығару деген өте қиын. Мынау сол Қажекеңнің талантына бір таң қалсаң, ол кісінің оқыптылығына екі таң қаласың. Сол түрмеде жатып, әртүрлі жолдармен, кілтшілермен, сондағы түрме қарауылдарымен келісіп, тіл табысып, әртүрлі нанның арасына, Қытайдың момы дейтін нандары болады, соның арасына салып, бір бет, екі бет, үш беттен бүктеп, далаға шығарып отырған, нөмірлеп. Еркіндікке шығар-шықпасы екі талай бола тұра, ол зынданда жатып барлық шығармасын естіріп, туысқандарына беріп отырған. Содан Үрімжіде осының семьясы туысқандар болды. Солар арқылы соларға жинап отырған. Кейін сол жиналған бөлшек қағаздарды нөмір бойынша қайтадан монтаждап деген, құрастырып деген сөз. Қайтадан құрастырып, соны 3-ші том, 4-ші том, 5-ші том деп, 6-ші том қайта жазып шықты. Міне, бұл қылмыс романның көшірме нұсқасын елге жіберуге өтініш білдірген Қабдеш Жұмаділовтың өзі еді. Бұл кісі 2000 жылдар Үрімжі түрмесінен босап, Шәуішекке келіп дегенде естіп, мен сәлем айтқам. Келіп кетіп жүрген, осында жиендері келді, басқа Шәуішектен біреулер келді. Ол кісі маған сәлем айтыпты, бар мекен, барып жолық деп. Мен ол кісіге сәлем айттым, амандықты білдіріп. Сосын мынадай өтініш айттым Қажекеңе. Қажекең бұдан кейін жаңа шығарма жазар, жазбас. Бірақ мына қылмыс дейтін романды көшірмесін жасатып әрине. Бір данасын Қазақстанға жібере берсін, Алматыға. Маған, менің адресіме. Біз мүмкіндік туса бұл жақта ол кітаптарды шығарамыз деп. Сол сәлем бойынша Қажекең шынында да солай кірісіпті. Жаңағы бұрынғы шыққан екі кітаптың өзінде редактордың күзеген жері бар, дүзеген жері бар, саясатқа тура келмейді деп алып тастаған жерлері бар. Солардың бәрін Қажекең қайтадан дүзеп, орнына салып, түгел бір-бірлеп маған жіберіп отырды. Осылайша жанашырлық танытқан Қабдеш Жұмаділовтың өтініші орындалып, шығарма аман-есен атажұртқа жетеді. Алдымен шыққан екі кітабын, бұрын шыққан, соның кейін 3-ші кітап, сосын 4-ші қолжазба күйінде. Мына жәшіктің ішінде Қажекеңнің бүкіл қолжазбалары менде сақтаулы. 6 бөлек. Әдіріс біреуақ Алматы қаласы Қабдеш Жұмаділовке тисін деген әдіріс. Сол бойынша әр түрлі жолмен келдім кітап. Әр түрлі контрабандылық жол дейікші, тырнақшаның ішінде. Сондай жолмен. Көшіп өткен ағайындар көшімен бірге келді. Қыдырып келген адамдардың чемоданында келді. Айтты, бүйтті, айтты, түрлі жолдармен 6 том түгел менің қолыма жетті. Кітап жарыққа шыққаннан кейін халықтың ден қойы оқитын туындысына айналды. Бұл қазақ әдебиетінің тарихында болған үлкен құбылыс еді. Алайда кітаптың өте аз данамен таралғандығына Қабдеш Жұмаділовтың айтар өкпе назы да жоқ емес. Кітаптан бизнес жасауды білмейді біздікі, кітаптан табыс түсіруді білмейді. Республиканың түкпір-түкпірінен келді ғой.
кылмыш романы чыгыпты дебиз. Ақтөбеден, Оралдан, Маңғыстаудан, Қызылордадан, Құдай-ау, мынау Қызылжардан қаптап кетті. Алдына тиіп, артына тимей қалды. Ал енді осыны тым құрса бір 10 мың данамен шығарса, өзін өзі ақтап, және баспаның шығынын өтеп, өкіметке пайда түсірейін деп тұрған кітап қой. Қажекең ақыр гонорар алмайды, оған іштеме төленген жоқ. Сондай-ақ романдағы өз есіммен аталатын кейіпкерлердің бірі Жағда Бабалық туралы сөз қозғамай кетуге болмас. Ол кезінде Шыңжаңдағы ұлт-азаттық қозғалысының бел ортасында болып, өткен ғасырдың 50-ші жылдары Қытайдың Тарбағатай аймағында Іле Қазақ автономиялы облысында басшы қызметтерін атқарған тұлға. Бірақ кейіннен қуғындалып, 1961 жылы Қазақстанға қоныс аударған. Өзі 2 рет қашып ұсталып, шекарадан өте алмаған. Қашқария деген анау ненің ар жағында жатыр, Тәңіртаудың ар жағында, шөлде жатыр, жете алмай. Ал мына кітабында өзінің биғабыл, өзінің прототипі. Биғабылды өткізеді шекарадан. Өзі өтілмесе де өмірде. Биғабылдың жолы болып Қазақстанға, Алматыға жетеді. Сонда алдынан шығатын кім бар дегенде 2 адамның атын атайды. Біреуі Жағда Бабалық. Басқалардың бәрі өзгерген аттары. Оны білетін адамдар ғана білет Шыңжаңдағы. Үлкен ересек адамдар біз білеміз мысалы. Қажығұмар Шабданұлының мұрасын жинап, бейнеттеніп жүрген Қабдеш Жұмаділов жазушымен бір-ақ рет кездескен екен. Ол тіпті ілгеріде 1955 жылы мен гимназияның соңғы жылында оқып жүрген кезде, гимназистпін оқыр. Ол кісі танылған жазушы Үрімжіден біздің Тарбатайға, Чәуешекке дөрбізінге неменеге кепті. Бұлай іс-сапармен, командировкамен демалысқа. Сонда бір жұма қасында жүрдім. Өйткені менің о кезде Шыңжаң газетіне өлеңдерім шығады. Шұғыла журналының 56-шы жылғы 1-ші санында менің Жамал дейтін тұңғыш әңгімем шыққан. Аздап танылып қалған, менің атымды біледі. Сонда Қажекеңнің мені көргенде, екеуміз дөрбізінде бір тойда алғаш кезігіп қап, мынау Қабдеш Жұмаділов дегенде күліп айтқаны бар еді. Ой, сені бір Қаркесте бір әжептәуір жасқа келіп қалған жігіт екенсің сен. Әлі мұртыңда шығып қалған бала екенсің ғой деп. Таңғалғаны бар еді. Осылай қазақ әдебиетінің қос тарлана Шәуешекте кездеседі. Ұстазының қаламынан туған шығармаларын іздеп жүріп оқитындығын дәлелдей түсу үшін Қабдеш бір амалын табады. Сонда бір біздің үй дейтін поэмасынан бір шумағын айтып жүрбем. Бұлай деген сөз бар еді. Әке шешесінің арасындағы қатынас жөнінде. Кей кезде ұрысып та қалысатын, кей кезде шыны шәйнек шағысатын, кер қамшы керегеден ыршып түсіп, басымен шешеміздің алысатын дейді. Керемет қой. Ол кезде қазақ ашуланса, әйелін сабап жіберетін қамшы қолда. Осы бір реалистік сурет жаңа поэманың ішінде. Тұнып тұр осы секілді. Соны мен де айтып жердім Қажекеңе. Соған ол разы болып, жалпы ақындардың бір шума көреңін жатқа айтсаң керемет разы болады. Баласының бетінен сүйген сияқты болып, сүйген сияқты. Аналар разы болады ғой, сол сияқты нәрсе. Жазушы әдебиеттегі ұстазы Қажығұмар Шабданұлының батасын алып, шығармашылық әлемінде оның ақыл кеңесін өз кәдесіне жаратады. Маған да кеңес берді. Мен енді бір жылдан кейін Алматыға оқуға баратынымды о кезде білмеймін әлі. 56 жылы келдім ғой оқуға. Бұл 55-те болып жатқан екен. Түбі прозаға ауысқаның жөн. Проза кең құлашты. Мына өмірді, әлі қопарылмай жатқан тың дүние біздің Шыңжаңның өмірі, Шыңжаң қазақтарының өмірі. Ол енді әлгі көңіл күйменен өлеңде жазуға барады, бірақ оның бәрі поэзияға сыймайды. Түбі прозаға көшкенің жөн деп. Сол Қажекеңнің кеңесімен ең алғаш мен Жамал дейтін алғашқы әңгімені жазып жүргенім содан. Қылмыс романы қазақ әдебиетіне жаңалығы көп үлкен құбылыс әкелген кесек туынды болып тарих бетінде мәңгілікке қалары хақ. Енді мына кімді әгер әлемдік басқа тілге аударылса, ол әлем бір кездегі қазақтың тағдыры қалай болғандығын қашқан пысқан қазақтың соны біз түсінетін болар еді. Екінші жақтан мұның жазу ерекшелігінде мұндай нәрсе бар. Әлгі қиыннан қиыстырып, артық бояу жақпайды. Артық бояу жоқ. Нақ кәдімгі
сөзді көрген білгенін әдемі, кәдімгі түсінікті тілмен, қарабайыр емес, қарапайым тілмен оқушыға әдемі жеткізеді. Бұл кісінің әлгі бүкіл кітап тергеушіге жауап беру стилінде жазылған. Бұл кәдімгі мың бір түннің стилі. Мың бір түн Шахризада ана қанға, о, құдіретті қан ем деп бастайды ғой. Сосын әңгімесін күнде бір ертегін айтады отырады, сонымен мың бір түн. Ал енді пайда болған. Ал енді мына Қажекең қылмыс деп отырғаны, бүкіл ісім қылмыс дейді. Қылмыс деп неге ат қойған? Өте дұрыс дейді. Мына құдіретті тергеушім дейді, өтірік қоссам тас төбемнен ұрыңыздар деп бастайды әр тарауды. Содан кейін менің туғаннан бастайды, менің дүниеге келуімнің өзі қылмысты. Ажбалап отыр да тергеушіні. Қылмыспын мен, туа салып қылмыс. Мен тумасам осы ненің бәрі болмас еді ғой дейді, қылмыс жасамас едім. Оның кейін қылмыскер менің шешем дейді, мен дүниеге алып келген. Және мен ашаршылықта сөйерде қалтара салмаймын. Қолымнан жетектеп 7 жасымда осы жерге алып келген екінші қылмыскер шешем дейді. Анам дейді. Сөйтіп ана үлкен мысқыл ажуа мен жазылған өткір тілі, өткір. Сосын реалистік роман. Бұл жеке өмір баянған емес, Шыңжаң қазақтарының 50 жылдық өмірінің шежіресі ғой. Эпопеялық роман, мұны эпопея деуіміз керек. Қажығұмар Шабданұлы зілмауыр сағыны шарқалаған айбарлы алаш азаматы ретінде де еске алына бермек. Ғажайып туынды шында. Өзі жазушының тағдыры да қызық. 40 жыл түрмеге отырғанның өзі әлгі қызыл кітапқа жазылатын рекордный нәрсе. Біз қазақ өзгеден бірінші орынға шықпасақ та түрмеде отырудан бірінші орынға шығыппыз ғой. Мен тексеріп көрдім, дүние жүзінде 40 жыл отырған ешкім жоқ екен, қазақтан басқа, және Қажығұмардан басқа. 26 жыл отырған, 20 жыл отырған, анау Мандела сияқтылар 20 жыл отырған мисал. Бір жер, біреу бір испанның ба, біреудің бір несі 26 жыл отырған екен. Ал 40 жыл бұл жағынан да Қажекең рекорд жаратты. Сонсон мына 6 томдық роман жазу жағынан да қарызы балға шықты. Шында да ғажайып туынды. Қытай қазақтарының соқтықпалы тағдыры туралы қалам тартып, омыраулы ой айтқан жазушы түрлі саяси себептерге байланысты қуғындалып, абақтыда отырса да тоталитарлық тәртіпке басын иген емес. Ғұмырының соңына дейін қаламын тастамаған қаламгердің ақырғы арманы ата жұртының жусанды даласын бір көріп, көкірек кере бір тыныстау еді. Бірақ оған да жете алмай, арда азамат көз жұмды. Қытайда ғұмыр кешіп жатқан қарагөз қандастарымыздың тағдыры туралы өлмес туындысын бізге мәңгілік аманатқа қалдырғандай. Бүгінгі ұрпақтың, тіпті келешектің де алдындағы парызы жазушы шығармаларын қастерлеу болмақ. Осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі аптада жүздескенше аман сау болыңыздар.